Алтынай қайда? Сіз кімсіз? Бізде не керек? Қайдан келдіңіз? Алтынай қайда? Алтынайды қайда жасырдыңыз? Алтынайды және білезікті қайтарыңыз. Кімді? Білезікті. Сендер кезекпен дем алып сұрақ қойсаңдаршы, жауап беріп үлгерейін де. Алтынай қайда? Шығарыңыз қане? Сіз кімсіз? Адамсыз ба, құбыжықсыз ба? Ей, осы сендер адамдар неге сабырсызсыңдар, а? Кезекпен дем алып сұрақ қойыңдар дедім ғой, а? Ал енді сендерге сұрақ. Қорап қайда? Алдымен сіз жауап беріңіз. Алтынай қайда? Қорапты көрген кезде айтам. Оған дейін еш нәрсе біле алмайсыңдар. Ал енді мына жерден кетіңдер. Шықпаймыз, Алтынайды айтпайтын болсаңыз бар ғой. Қорапты қайтарыңдар. Содан кейін достарыңды көресіңдер. Осылар ойын десе жандарын береді. Кімді айтасың? Жаннұр Айару мен Нұрмұхамедтерді айтамын, одан да сабақтарын оқымай ма? Қане, ойнап жүрме? Қане, көрейінші. Сен де сондайсың. Сабағыңды оқы қане. Орындаймын ғой, не болды сонша? Жоқ, түсінбеймін. Қашан өзің үй жұмысын істеп үйренесің, менен көшіре бермей. Сен дүниеге келгенде не үшін қуандым мен? Осы қыз сабақ жақсы оқиды, маған көмектеседі деп қуандым ғой. Көп сөйлей бермей үйіңе қайтшы. Туыс болғанымыз жетпей, сыныптас болғанымызды қарашы. Рахмет, аялап бәрін көшіріп алдым. Аха, ойнауға бара жатсың ба? Айару Нұрмұхамедтермен бірге? Иә, сыныптастармен бір көшеде тұрған бақыт екен ғой. Біреу сабағыма көмектеседі, ал қалғандармен ойнаймын. Бұдан кейін өзің орындайсың сабақтарыңды. Мен саған көмектеспеймін. Көреміз, ал мен кет. Мына жер әдемі екен, иә? Алтынай, кел мұнда тұршы, мен сені суретке түсірем. Алтынай, Айкөркемге білезігінді берші. Жарайды. Не істеп тұрсыңдар? Қаштық. Сол кітапханада үйесі бар. Ол сонда қалай? Қалай айтсам екен, елестеуге де келмейді. Тыңдаңдаршы, былай ғой, әрбір бөлмеде өзінің үй адамы болады. Олар бізге көрінбейді. Үй адамы сонда бізге көрінбейді ме? Я, олар кітапханада тұратын сияқты. Барып көру керек. Жоқ, болмайды, тағы жауыз болса ше. Барған кезде сен қорқақ бірінші кіресің. Неге мен? Сәлем, қалайсыңдар? Кітапхананы айтып отырсыңдар ма? Я, сәлем. Біз ол кітапханада не бар екен таптық. Не бар екен? Сенің көргенің елес емес, ол үй адамы. Иә, әрине, ол үй адамы бізге көрінбейді екен. Бірақ ол барлық баспанада жасайды екен. Сонда қалай? Ол біздің үйде де бар ма? Я. Онда қорқыныш нәрсе айтыңдар, сенімен қалай ұйықтаймын? Бір қорқақ па десем, мыналар екеу болды ғой. Ой, уайымдама, олар зиянсыз, ешкімге тиіспейді. Олар зиянсыз болса, онда сол кітапханаға кіріп көрмедік пе? Қойсаңдар, шынымен елес болса ше? Қайдағы елес, ешкім жоқ онда. Ал мүмкін расында да сол кітапханада біреу өмір сүретін шығар. Жоға, елес екен анық. Сендерден сол кітапханаға мен жақынмын ғой, сұрай берсеңдерші. Ал айтшы, кеше елесті көрдім деп едің ғой, қандай екен түрі? Кітапхана ескі, қараңғы болғаннан кейін елесі қара көлеңке сияқты болып жүрді. Сондықтан анық байқамадым. Көзіңе көрінген ғой, ештеңе жоқ, қиял. Ондай өтірік әңгімелерге сене бермеңдер. Ал мүмкін сенің көрген ит немесе мысық шығар? Ей, шын айтып тұрмын, ол елес, ит пен мысық мектепте не істесін? Сабақтан кейін жүрші, кітапханаға барып көрейік. Барсақ барайық, тек сабақтан соң мен қарындасымды үйіме жеткізуім керек. Мен бармаймын, өздерің бара беріңдер. Өй қорқақ, жігіт дейді ме сені де? Қала бер онда.
Одан кейін бар емес пе? Анау жатып шырын екен деп ыдыс жуатын сұйықтықты ішіп қойына аз қалды. Сол да күлкілі ме? Иә, күлкілі ғой. Аяла, сен олай тым қатты бола бермесей, аздап ашылып әңгімеге қосылсай. Менің басқа да істейтін шаруаларым жетеді. Ал бос әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жегізер дейді. Сондықтан ондайға уақыт құртпаймын. Аяла, үнемі өзінше болып жүреді, соны айтсайшы. Енді үйінің еркесі, оның үстіне ата-анасы жақсы оқуын керек, жақсы ортада жүруін керек, тек алға тартатын адамдармен дос бол деп айтып жатқанын естіп қалып едім. Мүмкін сондықтан солай шығар. Тым ондай емес шығар. Біздің де ата-анамыз айтады ғой, кім баласына жамандық тілейді? Білмеймін енді. Керемет, мықтысың, жарайсың. Сенің сабағың қайда? Күреске қызығасың ба? Кім қызықпайды? Мен қызықпайым, қауіпті ғой, тағы бір жерім сындырып алсам. Одан да мен суретші болғым келеді. Онда елестің суретін салшы. Көрмесем, білмесем, қалай салам оны? Бүгін барғанда көресің. Айтпақшы, бізбен бірге баратын болдың ғой, иә? Бармайды ол, қорқақ қой. Мұндайларды мәжбүрлеме, тағы да барып алып киімін бұлғап алар. Ей! Барам, көресіңдер әлі. Сурет әптерің мен қаламыңды ұмытпа. Сенде бар сабағыңа. Жалғастырамыз ба? Кеттік. Мыналардың жүрсін қарыш, екіз қостай. Не болды сонша? Қалай жүруді өзіміз білеміз. Не үшін мектепке келесіңдер? Мә, және сен жеп, осы жерде күте тұр. Сен не істеп жүрсің? Ал сен де ше? Сен мүлдем төменгісін оқисың ғой, сабағың қайда? Не бопты? Қане доғарыңдар. Қане, бастадық ба? Сен бастасай. Сен ғой еріш жоқ деген, ал есікті ашта кір. Кірмей қояйықшы. Тәуекел еттік пе, кіреміз. Онда сен бірінші кіресің. Дидар, сабағыңды өзің орында. Әпкемнің баласы екен деп өзінше бола берме. Жақын туыс деген сайын мені пайдаланасың. Не болды сонша? Күнде сен сабағыңды алып жүргендей. Аналар кітапханадан естейін деп жатыр. Өңшің қорқақтар. Мен ақ басақ кірем. Сендер де кірейін деп тұрсыңдар ма? Мен де сендермен кірейінші. Не үшін? Ал сендер не үшін? Біз кітапханада кім бар екенін білу үшін. Ал сен ше? Мен де сол қызығып келгенім ғой. Кімді елесті ме? Білмеймін, солай сияқты. Жарайды, онда бізге қосыл. Кәне бастадық па, кірейік. Солардың жүрмейтін жер жоқ. Қазына тапқан болар. Сонда қалай? Киноларда көрсетеді ғой. Осындай құпия мекендерде жасырылған қазыналар болады. Шынымен де неге өзім бұрын ойламағам? Мүмкін қазына бар болса ше? Қумаш, барып сабағыңды оқыш. Ой, баш сен. Мінеки, келдік. О жақ қорқынышты ғой. Кіре берейік те жүрсе? Мен ше? Жоқ. Сендер осында қалыңдар. Жоқ, мен де барам. Жоқ болмайды, ол жақ қауіпті. Қал деген соң қал. Иә, біреуін мазақта қалыңдар. Қауіптен хабар беріп тұратын адам қажет. Мен де қала берейінші. Жоқ, сен барасың, ал сен екен осы жерде қимылдамай отырыңдар. Ал жүріңдер. Сен бірінші кір. Неге? Сол. Онда мен қайта берейін? Ей, тоқта. Кіресің. Кірмейм. Кіресің. Сен кір.
Алтынай, ау мысықтың дауысын салып берейін ба? иә Не болды мыналарға? таптыңдар ма Супер жеті, мықтылардан мықтымын. Супер жеті, темірден де қаттымын. Супер жеті, сенен маған осы қала. Супер жеті, себебі мен супер бала. Супер жеті, мықтылардан мықтымын. Супер жеті, темірден де қаттымын. Супер жеті, сенен маған осы қала. Супер жеті, себебі мен супер бала.